Сен Аляны қатты қуанттың, Маринет. Рас па? Мен одан да кереметін жасар едім. Маринет, Аля келді. Әуре болмаңыз, ханым, мен өзім көтеріле салам. Соңғы жаңалықтарды айтуға келді. Қане? Тығыл, Тики. Құрбым, бүгін не болғанын білсең ғой. Леди Баг бірнеше жұмысшыны бір зұлымнан құтқарып қалды. Тілшілердің бәрі сұхбат алуға жүгірді. Содан? Ол маған жақындады. Леди Баг, жауап бересіз бе? Бір Сізге бір сұрағымыз бар еді. Иә, Жауап беріңізші. беріңізші, өтінемін. Жауап Мен беріңізші. туралы блог жүргізетін әлі есімді қыз сен бе? Әлгі леди блогыңды айтам. Иә, маған қатты ұнады. Жарайсың, қаламың ұштала берсін. Сенің сырға, леди Баг. Жақсы, сау бол. Мәссаған бұл... Керемет, иә. Леди Баг мені біледі екен. Блогыңды да көріпті. Блогың ұнады деді. Тамаша. Иә, өте керемет. Қазір ноутбугымды алып келейін. Расымен мен оған қуаныш сыйлаппын, Тики. Бейне жазбаны көрсетесің бе? Жақсы, тек тездеп. Сен мені түсіріп алады дедің бе? Өшіріп тастадың ғой. Жоқ, тек бұл емес. Өшірмедің деші, өтінем. Сен өшірген жоқсың. Жоқ, өшірдің. Әйтеуір телефоныңа ештеңе болмады. Неге соншалықты олақпын? Аля ұрсатын болды. Бүлінген ештеңе жоқ. Аля түсінетін шығар, екеуің құрбы емессіңдер ме? Иә, дұрыс айтасың. Бірақ басқа жағынан... Кіммен сөйлесіп жатырсың? Мен бе? Кептермен сөйлесіп тұрмын. Жак, Алямен амандас. Одан да қоштас. Жүр төменге түс. Саған келіп тұр. Пьесаның атауы қалай болады дейсіз, Капрель мырза? Оның атауы... Атауы Мимоның қызықты хикаялары деп аталады. Басты рөлді өте талантты керемет актер сомдайды. Әсірелемеші. Яғни менің әкем. Танысып қойыңыздар, Фред Капрель. Көп рахмет. Рахмет, Милена. Құтты болсын. Қызыңыз сізді мақтан ететіні көрініп тұр. Иә, маған тек костюм мен қалпақ жетіспей тұр. Мінеки? Рахмет, Маринет. Сен менің құтқарушымсың. Меніңше Милена дұрыс айтқан сияқты. Рахмет. Қалпағыңызды тігіп қойдым. Ішіне сіз айтқаны шағын қалташа тіктім. Керемет екен. Енді мен сәттілік тұмар ретінде қызымның суретін осы жерге салып қоя аламын. О, әкешім. Сәлем, Сар. Қайда жүрсің, ей? Қалпағымды алуға келгем. Сені күтіп отырмын ғой. Ақталып жатқам жоқ. Автобус жарты сағаттан соң кететінін білем. Үлгерем. Сара ғой, біздің режиссеріміз. Қойылымды ойлап алаңдап жатыр. Жүйкесі сыр беріп жүр. Жақсы, мен кетейін. Эйфель мұнарасында кездескенше, қыздар. Әрине, мырза. Сені жақсы көрем, әке. Бұл жолы нені сылтауратып жатыр? Шеберханадан қалпағын алуға кетті. Өзі солай айтты. Иә, әртіс десе әртіс екен. Негізі ол өте мықты актер, бірақ сылтауы өмір бақи бітпейді. Біресе... Дайындық үстінде ұйықтап қалды дейді, ертерек кетуім керек дейді. Не бір жабдығын жоғалттым дейді. Есіңді жисаңшы, Сара, шындықты көрсеңші. Жұмысымызға кедер келтіріп тұрғанын білесің. Бері қара, сен оның көмекшісісің. Бір жағдай болса, дайын тұр. Маған сенсең болады, Сара. Рахмет. Рахмет, Маринет, кетуім керек. Үйге барып үстімді ауыстырайын. Ай, бұл менің телефоным ғой. Әкел бері. Әкел? Анам екен ғой, кейін сөйлесермін. Милена, саған бір күшті видео көрсетейін бе? Жоқ! Айтпағым, Миленаны бөгеме. Әкесінің қойылымына кешігіп қалар. Маринет дұрыс айтады, кетуім керек. Жарайды, жүр шығарып салайын. Жолай әлгі видеоны көрсетем. Тоқта! Сөмкең ашық тұр. Жақсы, көріскенше. Сау бол.